أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қадірлі жамағат, Аллах тағала істеп жатқан құлшылықтарымызды қабыл етсін иншалла. Бүгінгі тақырыбымыз Алла жолында жақсылық істеген, Алла жолында садақа берген, Аллах тағаланың жолында жүрген адамдардың ерекшелігі бұл жақсылық жасау. Яғни мұсылманға бір жәрдем беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға хижрет қылған уақытында Мәдинаға келіп, мешіт салудан бұрын, мешіттің заттарын алудан бұрын не қылды? Ихва деген бір келісім шарт істеді. Бұл не еді? Меккеден келген мұсылмандар мен Мәдина қаласындағы мұсылмандарды бір-бірімен бауыр ету еді. Бауырлықтан мақсат не? Мұсылмандарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір адамның денесі секілді қылды. Дененің бір жері ауырса, басқа жері ол жері ауырған үшін түнде ұйықтай алмай мазасызданады деді. Біз мұсылмандарда да осы мәселе болу керек. Бізде жағдайы бар адамда, жағдайы жоқ адамда қолынан келгенше бір ихсанда, бір садақада, бір жәрдемде отыру керек. Кейбір уақытта адамдар желеу айтады. Қандай желеу? Неге бұл мешіттерде садақа жәшігі тұр? Неге мешіттерге садақа беріледі дейді? Қадірлі жамағат, пайғамбарымыздың дәуірінде сіздер де біздер де білеміз. Мешіттерде садақа жәшіктері болмаған. Ал бірақ біздің дәуірімізде, біздің мешіттерімізде бұл садақа жәшігі бар. Бұны бұлай білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дәуірінде бәйтул мал деген нәрсе бар еді. Яғни өкіметтің бір қоры бар. Мешіттің керек жарағын, суын, ол уақытта газ басқармасы жоқ, суын, көрпешесін, ішіп жейтінін, және де мешіттің жанында не бар еді? Асхабы суффа деген бар еді. Бір университет сияқты оқу бар еді. Осының барлығына мемлекет жәрдем беретін еді, ислам мемлекет. Ал Қазақстан бір зайырлы мемлекет, бұл жерге, мешіттерге Қазақстан жәрдем бермейді. Бұл мешіттердің қазіргі себеттің жанып тұруы, мына жерде рахаттанып дәрет ала білуіміз, немесе сол жардағы біздің кішігірім условиямыздың барлығы мешіттегі жамағаттардың істеп жатқан садақаларының бір нәтижесі болып келеді. Егер біз мұсылмандар бір-бірімізге жақсы күнде, жаман күнде жәрдем бермейтін болсақ, біз не болдық? Аллах тағалаға жақын, немесе Аллах тағалаға жақсы бір амал істемеген болып есептелінеді екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзырына бір кісі келді. Мен мына түйені саған садақа қылдым, өзіңнің жолыңда жұмса деді. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сенің садақаң қабыл болды, қиямет күнінде 70 немесе 700 есесін аласың деген риуаят бар. Бұны түсіндірген уақытта сіздер менен біздер бір мәселеде садақа қылған уақытымызда не болу керек екен? Дүниелік бір мақсатымыз болмау керек екен. Берілген садақадан бір жақсылық, бір пайда күтпеуіміз керек екен. Тек қана Аллах тағаланың разылығы үшін мына затты Алланың жолында жұмсалсын деп беріп жатырмын деуіміз керек екен. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде болғанындай бізге ол нәрсе қияметте еселеніп қайтады екен. Әл-Муззамил сүресінің 20 аятында Аллах тағала бұлай бұйырады: намазды оқыңдар, зекетті беріңдер, Аллах тағалаға өздеріңнің ризаларың болып тұрып қарыз беріңдер дейді. Бұған қарзу хасана деп айтылады. Ойлайық, қарыз береміз, бұл қарзу хасана болады екен. Және бұл қарызды біз Аллах тағалаға береді екенбіз. Қалай сонда? Қазір келдік мешітке, немесе жолда жүріп бара жатырмыз. Бір жетімді, жесірді, бір тіреншіні көрдік. Қалтамыздан шығардық, 100, 500, 1000, 10.000 теңгені бердік. Сізбенен біз білейік, бұл ақша бізге бір береке алып келеді. Екіншісі, біз бұны өзіміздің болашағымызға бір пайда сияқты ойлайық. Қиямет күнінде Аллах тағала бізге қарыз болған, яғни біздің садақа берген ақшамызды бізге қайтарып береді екен. Соның үшін садақаның екінші бір есімі бар екен. Ол не екен? Қарзу хасана. Жақсы бір қарыз. Қазіргі бір досымызбен араласқымыз келмесе не қыламыз? Қолына 10.000 теңге қарызға беріп жібереміз. Телефонымызды алмайды, бізбен араласпайды, звондамайды, болды. Бірақ бұл қарыз ол қарыз емес. Біз Аллах тағалаға қарыз береміз, бізге береке береді, жұмысымызды жүргізеді. Осының барлығы бізде болады екен, қадірлі жамағат.
Allah Teala Ali İmran suresinin 92. ayetinde bulay buyurdu. Жақсы көрген нәрселеріңден садақа беріңдер. Егер жақсы көрген нәрселеріңнен садақа бермесеңдер, сендер ешқашан bir бола алмайсыңдар. Яғни таза бола алмайсыңдар деді. Бұл таза мәселесіне біз Алла разылығы үшін бір жақсылық істесек, біз қалай таза боламыз? Оламалар бұл жердегі bir деген сөзі былай түсіндіреді. Кәміл мұсылман болуға bir деп айтсақ болады дейді. Кәміл мұсылман. Оны біз мына аят кәримадан шығарамыз. Бақара сүресінің 177. аятында Аллах Тағала бұлай бұйырады. Bir дегеніміз беттерімізді шығысқа немесе батысқа қарату емес. Негізгі bir дегеніміз Аллах Тағалаға, ақырет күніне, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларға сену. Және де өзінің мал мүлкінен жақсы көрсе де, қадірі, құны болса да, өзінің бауырларына, жетімдерге, жағдайы жоқтарға, тіленшілерге, адамдарға, құлдықтан құтыламын деушілерге жәрдем беретін болса, сөзінде тұрса, және басына келген қандай да бір қиыншылықта сабыр қылған болса, міне осылар bir иелері деді. Қараңыздар, сіз бенен біздің тақуа болу үшін, тақуадан мақсат не? Кәміл, толық мұсылман болу үшін тек қана садақа беруіміз жеткіліксіз. Немесе тек қана ораза ұстауымыз жеткіліксіз. Немесе тек қана намаз оқуымыз жеткіліксіз екен. Кәміл мұсылман деген нәрсе осы айтылған заттың барлығын бір уақытта істеп жүрген адамға айтылады екен. Егер біздің намазымыз түгел емес, бірақ оразамыз болса, біз ораза ұстап жүрген күнәһар бір момын боламыз. Оразамыз бар, зекетіміз бар, бірақ намазымыз жоқ, тағы бір күнәһар боламыз. Бұл bir, яғни кәміл мұсылман бола алмаудың бір жолы екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари шарифте келген хадис шарифте былай айтады. Ей адам баласы, жақсылық жасаңдар, себебі жақсылық жасасаңдар, сендерге де бір жақсылық болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені алғаннан кейін қолында Меккенің кілті бар, Кабаның. Ол Кабаның хижаба деген бір жұмысы бар. Жылда Кабаның үстіндегі қара мата алынады, оның орнына жаңа бір мата қойылады. Кабаның ішіне кімнің кіретінін, кімнің кірмейтінін, сол Кабаның кілті кімде болса, сол айтады. Сен кір, сен кірме. Кейбір басшылар бар, Кабаның ішіне кіріп намаз оқиды ғой. Оны сол кілттің иелері шешеді. Өкімет шешпейді. Сонда мұсылмандардың қолына Каба келген, енді сахабалардың барлығы тыпырлап жүр. Аллах Тағаланың үйі, Бәйтуллахты, мұсылмандардың ең киелі жерін, ең мықты кілтін кім алады деген, кімге береді деген, бәрі тыпырлап жүр. Сонда өзінің көкесі болған Аббас радиаллаху анху барып, ей Алланың елшісі, біз туысқанбыз, менің де дүнием бар, Таифта жүзім бауым бар, сен маған мына Кабаның кілтін берсең, мен өзім бұның жылда матасын ауыстырам, және де бұл менің ұрпағыма сенен бір сыйлық болады деді. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ағасына қарап отырып былай деді. Мен сенің және сенің ұрпағыңның кейбір мемлекеттердің, кейбір адамдардың Меккенің матасын ауыстырып берген хадияларынан күн көргендеріңді қаламаймын деді. Оның орнына сендердің жылда істеп жүрген, қажылыққа келген адамдарға су тарататын бір жұмыстарың бар. Ол жұмыстарың сендердің өздеріңнің қалталарыңнан шығады. Сендерге дайын нәрсені істетуден өздеріңнің қалталарыңнан шығарып, ол адамдарға қызмет қылу артығырақ деді. Сақия деп айтылады, біреулерге су беруді. Сол күннен бастап битетін болды. Таифтағы жүзім бауын алады, жүзім бауына жүзімдерді, мұздай сулардың ішіне жүзім қояды. Сол жүзім суларын не қылады? Келген, қажылыққа келген мұсылмандарға беретін болды. Қараңыздар. Біз бұл жерде мына мәселені білуіміз керек. Біреуге жақсылық жасау деген екі адам ортасында тұрып біреуге ақыл айту емес екен. Өзіміздің тауған ақшамыздан үйімізге негізгі мұқтаждықтардың ақша бөлінгеннен кейін, бүйтіп айтқанда, расстрочкамызды жаудық, себетімізді төледік, газымызды төледік, суымызды төледік, продуктының барлығын істедік, бала шағамызды киіндірдік. Сыртта қанша ақша қалды? 5.000 теңге, 10.000 теңге. Осы ақшаны садақа қылып беруіміз керек екен. Неге? Бұл жерде пайғамбарымыздың хадисі, садақа деген нәрсе, қызмет деген нәрсе сендердің қалталарыңнан шығуы керек деді. Бұл біздің қысқа нұсқа бір оқиғамыз болды. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Үммі Салама анамыз ривайет қылады, бұлай дейді. Күндердің бірінде, балдар сөйлеме тұрыңдар.
Мына балдардың арасында бір үлкен кісі отырсыншы. Үлкен кісі отырыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні үйіне беті қызарған, ашуланған күйде кіріп келді. Ашуланып жүр. Үммі Сәләмә анамыз айтады: мен бұдан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір жері ауырды деп ойладым дейді. Сонда сұрадым: Алланың елшісі, сенің қай жерің ауырып тұр? Не болды? Неге сенің бетің қызарып келді деп сұрадым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: кеше түнде біреу маған 7 динар, яғни 7 алтын ақша тастап кеткен еді деді. Соны әлі садақа қылған жоқпын. Соған өзім келе алмай жатырмын. Кеш батпай жатып, осы ақшаны садақа қылу керек деді. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолында ақша жоқ деп айтатын адамдарға біздің бір дәлеліміз. Қолында алтын ақшасы бар. Бірақ мақсаты не? Өзінің қарны тойу емес, өзі бай болу емес. Мақсат не? Көршісі аш жатпау. Бұл бір мәселе екен, қадірлі жамағат. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы демінде төсегінде жатқан еді, соңғы күндері. Айша анамызды көрді: ей Айша, саған кеше берген 6-7 динарым бар еді. Соны кедей кепшіктерге тарат деп айтқан едім. Соны не істедің деп сұрады әйелінен. Айша радиаллаху анха не деді? Мен уайымдап жүріп, бүйтіп айтқанда переживат қылып жүріп, есімнен шығып кетіпті деді. Алтындарды тез маған алып келіп берді. Алып келіп берді, қолына 6-7 динарды алды. Бұлай деді: мен Мұхаммед, Алланың елшісі, қолымда ақша тұрып, бұл ақшаны жетімдерге, жесірлерге, міскіндерге, мұқтаж жандарға бермегенше Аллах тағала менің жанымды алмайды деді. Мен соңғы амалымда мұсылмандарға жәрдем беріп кеткен бір басшы болғым келеді деді. Қараңыздар. Соңғы дін, отыр. Және де мына мәселе бір, қадірлі жамағат. Бір адам өлім төсегінде жатса, ол кісінің мал мүлкі болатын болса, ол мал мүлкін қаласа, қаламаса, 100%-ін бір медресеге, бір мешітке беріп жібере алмайды. Неге? Ол малда бала шағаның ақысы бар. Бала шағасының ақысы бар. Ойлайық, қолымызда $3000 бар. Бұның $3000-дің $3000-ын біреуге өсиет қылып, пәленшеге берді, бала шағасын махрұм қылып, бала шағаны аш қылып, басқа біреуге бәрін беріп жіберу ислам дінінің үгіттеген нәрсесі емес. Ұзағы 3-тен 1-ін ғана береміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бір адам өзінен қалып жатқан мирастың 3-тен 1-інде біреулерге беріп жатса, бұның өзі көп деді. Неге? Біз ислам дінінде кедейшілікке үгіттемейміз. Біреуге жәрдем берем деп ұрпағымыздың аш қалуы да жоқ. Бірінші, отбасының негізгі мұқтаждықтары кетіріледі. Одан кейін қалған нәрсесі ихсан қылынады, садақа қылынады, зекет беріледі, үшір қылып беріледі. Қадірлі жамағат. Енді сіздерден және біздерден сұрақ сұралады. Біз оқиғаларымызды айтып отырамыз, пәленші сахаба, түгенші сахаба деп. Бұл сахабалардың арасында әйелдердің ешқандай қызмет жоқ па? Ең үлкен қызмет Хадиша радиаллаху анха анамыздан еді. Қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді үйіне, уахидың алғашқы түскен түні еді, жүгіріп келді, үйіне кірді, менің үстімді жау деді. Дірілдеп атады. Дірілдеп жатыр. Менің үстімді жау деді. Бір көрпе тастады. Тағы жау деді. Екінші көрпені тастады. Тағы үшінші көрпені. Және де сен не болды дегенде, маған періште келді деді. Өзінің көкесіне алып барды, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбар екендігін түсіндіретін адам тауып берді. Және де өзі алғашқы иман келтірген адам әйел болды. Әйелдерден де, еркектерден де ең бірінші иман келтірген бұл Хадиша анамыз еді. Меккеде санаулы бай болатын болса, қазіргі тілде санаулы олигарх болатын болса, Хадиша анамыздың деңгейі осы еді. Олигарх. Дүниеден озғанға шейін не қылды? Қолынан келген бүкіл жәрдемін мұсылмандар үшін берді. Біз бұдан нені білеміз? Ислам дінінің жайылуы, ислам дінінің дамуына тек қана еркектердің ғана қолы бар емес. Әйелдердің де бір пайдасы бар екен. Әйел мен еркектің арасындағы отношения Айша радиаллаху анханың бізге риуаят еткен хадистерінен ғана біз білеміз. Әйелдерге қалай мәміле ететін еді, әйелдермен қалай араласатын еді, әйелдердің құрметі қандай еді, осының барлығын білеміз. Яғни дін деген тек қана еркектерге түспеген, әйелдерге де түскен. Бұл жақсылық жасау мәселесінде де ең көп жақсылық жасаған әйел бұл Хадиша анамыз болып қалады, қадірлі жамағат.
Абу Бакр радиаллаху анху бар. Білесіздер, өте көркем мінезді, өте бай сахаба еді. Меккеде саудагер еді, 40 мың күміс ақшасы бар еді. Абу Бакр радиаллаху анхудың 40 мың дирхамы бар еді. 35 мың дирхамымен қиналып жүрген, азап көріп жүрген мұсылмандарды құлдықтағы азат етті. Қалтасына 5 мың дирхамы қалды. Осыменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен Меккеден Мәдинаға жолға шықты. Мәдина қаласында Табук деген бір сапар болды, бір соғыс. Кім жәрдем береді деді. Бірақ сол уақытта Мәдина қаласында бір жоқшылық. Жауын дұрыс болмаған, құрмалар дұрыс шықпаған. Омар радиаллаху анху айтты: бүгін өтсем мен Абу Бакрден өтем. Мені мойындайды. Омар келатыр деп айтады дейді. Ең жомарт бүгін мен болам дейді. Қараңыздар. Жақсылықта жарысу. Бізде бейсенбі сабақта бар 2 рет па 3 рет болды. Бір уақытта 2-3 адам айтады: осы апта мен аламын дейді. Біреуіне мен мына жақта мақыл деймін, біреуіне Құранбай мына жақта мақыл дейді. Сонымен бейсенбі күні келсе 2 адам парадты көтеріп келеді дейді. Не істеуімізді білмей қаламыз. Сол сияқты мұсылмандарда жарысып жатыр, қараңыздар. Мен жақсылық істеймін, Омардан өтем. Мен жақсылық істеймін, Абу Бакрдан өтем деді. Омар радиаллаху анху кіріп келді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хұзурына. Ей Алланың елшісі, мен деді дүниемнің қолымда барын жартысын алып келдім деді. Үйдегілерге де жартысын тастап кеттім деді. Абу Бакр радиаллаху анху да мен де ихсан қылдым деді. Алланың елшісі сұрады: сен үйіңдегілерге не тастадың деді. 2-3 күндік тамағын және де Аллах тағаламен пайғамбарының разылығын тастадым деді. Омар радиаллаху анху жерге қарап тұрып, ішімнен айттым дейді. Бұдан кейін мен Абу Бакрден өте алмаймын дейді. Ол бүкіл дүниесін Алланың разылығы үшін беріп отыр. Мен бар дүние жоқ емес, жартысын зорға беріп отырмын дейді. Қараңыз. Абу Бакр радиаллаху анху айтады: маған 3 жақсылық берілді дейді. Бірінші, тұрақты түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүзін көру нәсіп болды дейді. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қайын атасы деген атаққа ие болдым дейді. Үшіншісі, Алла жолында жақсылық істеу маған нәсіп болды дейді. Қараңыздар. Бұл үшеуі Абу Бакр радиаллаху анхудың қандай да бір отырыста отырса, өзіңе қандай жақсылық берілтесе, осы үшеуін қайталай береді екен. Қараңыздар. Бүкіл нәрсе пайғамбардың жанында жүр. Қараңыз, қайын атасы жанында жүреді, және де Алла жолында жәрдем беріп отыр екен, қадірлі жамағат. Күндердің бірінде тағы бір сапар болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай минбарда еді, шықты: ей мұсылмандар, бізге бір сапарға жәрдем керек, кім жәрдем береді деді. Осман радиаллаху анху орнынан тұрды: ей Алланың елшісі, мен 100 түйе Алланың жолында бағыштаймын деді. Ихсан қыламын. Бұл 100 түйе тек 100 түйе емес, суы да азық-түлігі де үстінде. Отырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: тағы кім жақсылық жасайды деді. Кім жәрдем береді? Осман радиаллаху анху орнынан тұрды: ей Алланың елшісі, 200 түйе азық-түлігі суымен менен деді. Отырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: тағы кім жәрдем береді деді. Орнынан тұрды Осман радиаллаху анху: 300 түйе азық-түлігімен мен жәрдем берем деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сөзден кейін минбарынан түсіп келді, беті бүйтіп күліп тұрды, жүзі. Күлген уақытта тісін көрсетіп күлулер аз болған. Бұл осы біреу. Тісін көрсетіп күлді дейді. Түсіп келетіп бұлай деді дейді: ей асхабым, естіңдер. Османның осы жақсылығынан кейін, осы берген ихсанынан кейін не істесе де болған зиян бермейді. Күндердің бірінде бір кедей мұсылман бұлай деді. Таң намазын оқыды, қолын ашты, дұға қылды: ей Аллахым, менің садақа қылып беретін бір артық ақшам жоқ. Бір сапарға шығатын жылқым да жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға беретін бір жылқым да жоқ. Пайғамбардың да маған беретін бір жылқысы жоқ. Осы себепке байланысты мен сапарға шыға алмай жатырмын, сенің жолыңда жүре алмай жатырмын деді. Дұғасын бітірді. Пайғамбарымыздың алдына барды. Дұға уақыты 10-11-лерді жобасы риуаятта сөйтіп келіп отыр. Бардым дейді, қолымда бір затым бар. Ей Алланың елшісі, бір ақшам жоқ, қылышым жоқ, құрмам жоқ, атым жоқ. Сенің жолыңа беретін. Бірақ осы затымды сатып, өзіңе бірдеңе алсаң деп келдім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллах тағала сенің садақаңды қабыл етті деп айтты дейді. Арадан бір күн өтті. Пайғамбарымыз екеуміз жолығып қалдық, былай деді дейді: ей пәленше, сен кедеймін демеген. Сен Аллах тағалаға сондай дұға қылған екенсің, мен жоқпын, бірақ қолымнан келген садақамды істеймін деп айтқан екенсің. Сенің амалың садақалары қабыл болған адамдардың қатарына жазылды деп қойды. Қараңыздар.
Біз ойлап қалмай, кейбір кезде айтамыз өз-өзімізге. Егер мен бай болсам, пәлен жетімге жәрдем берем, үйті жіберем, бүйті жіберем деп айтамыз. Жәрдем беру деген мәселе, бай кедей деген мәселе емес. Білесіздер, кедей мұсылмандар келді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құзырына. Алланың елшісі, бай мұсылмандар бар. Біз сияқты намаз оқиды, біз сияқты ораза ұстайды, біз сияқты зекет береді. Бірақ олардың ақшасы көп, үшірін де береді, құлды да азат етеді. Біздің амалымыз олардың алдында аз болып жатыр. Ертең жәннатқа барғанда олар жоғарыда тұрса, біз төменде тұрсақ, бұл әділдік па? Бізге бір амал айт, солармен бірдей болайық деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Әлхамдулиллах деңдер, тараздарың толсын деді. Субханаллах деңдер, аспан мен жердің арасы сауаппен толсын деді. Ол да қолдарынан келмейді ма? Күліп жүріңдер. Ол да қолдарынан келмейді ма? Жолдың бойындағы тасты немесе тікенді алып тастаңдар, бұның өзі бір садақа дейді. Қараңыздар. Бізде кейбір ағаларымыз бар, қалталай жәрдем беретін жағдай жоқ, оны бәріміз білеміз. Бірақ ол кісілер келеді, не қылады? Асар болғанда осы жерге қызмет қылады. Қолында бір өнері болса, сантехник болса, электрик болса келеді, жәрдем беріп кетеді. Қараңыздар. Садақа дегеніміз біздің тек қана ақшалай берілетін нәрсе емес. Ақшалай қолынан келген адамдікі. Қолынан келмейтін адам келіп, өзі қызмет етіп кетеді. Егер қарт бір кісі болса, барамыз, үйін тазалаймыз, дұғасын аламыз, қайтып келеміз. Бұл да бір садақа болып есептелінеді екен. Енді мына оқиғаны айтайық, иншалла уағызымызды тәмамдауға тырысайық, Аллах тағала нәсіп етсе. Бұл уағыздың тақырыбы берілген жақсылықтарды бүйтіп, осыны берді ма деп айтатын бір мұнафықтармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір оқиғасы бар. Күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сендердің араларыңда жақсылық істейтіндерің жоқ па? Түйе беретіндерің жоқ па? Деді. Кімде кімнің түйесі болып бермесе, ол адамның малында береке болмайды деді. Кімде кімнің үйіндегі ағашы жеміс салып отырса, көршісі аш болатын болса, ол бізден емес деді. Сонда бір адам тұрды орнынан, бойы қысқалау. Ей Алланың елшісі, менің 4 түйем бар. Қаласаң соның біреуін мен берейін. Деді де түйелерінің ішінен әдемісін алып келді. Бұны көрген бір мұнафық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды еспей қалды деп ойлады да, қараңдар деді. Түйесі өзінен хайырлы болып тұр ғой мынаны деді. Түйесі өзінен әдем болып тұр деді. Бұл кім деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып, сен өтірікшісің деді мұнафыққа. Бұл түйе, бұл адам түйеден де сеннен де жақсырақ деді. Қараңыздар. Ол адамның берген ихсанына бүйтіп пәс көзбен қарап отыр. Жай көзбен қарап отыр. Бұл емес. Ол адамның ықыласы маңызды. Алланың елшісі айтты, ол адам бұл жерде жәрдем берді. Және де Абдурахман бин Ауф айтты. Менің деді 8.000 күміс ақшам бар деді. Осы оқиғада. Соның 4.000-ын отбасыма тастасам, 4.000-ын сізге берсем болады ма деді. Осы ихсан мәселесінде деді. Болады деді. Қалған ақшаңа да, берген ақшаңа да Аллах тағала береке берсін деді. Сонда мұнафықтар айтты. Мынаны қара деді. Садақа беріп атқан, көп қып бер жерді. Садақа дегенің аз болмай ма деді. Көп қып беріп атыр деді. Қараңыздар. Пайғамбарымыз отыр. Берген сахаба отыр. Арт жақта фитне шығарған мұнафық отыр. Садақа деген көп беріле ма? Бермейсің ба аз деді. Бұл жетпеді. Не қылды? Ансардан Абу Ақыл деген радиаллаху анху бар еді. Ол бұлай деді. Ей Алланың елшісі, менің артық бір ақшам жоқ. Бірақ кеше түнде жұмыс істедім. Бүйтіп айтқанда грузчик болдым. Содан 2 шелек маған құрма берілді. Сол құрманы мен берсем, ихсан қылсам болады ма деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болады деді. Жаңағы мұнафықтар айтты. Ей деді, Аллах тағала сенің деді 2 шелек құрмаңа мұқтаж ба? Беретін болсаң дұрыстап бермейсің ба деді. Қараңыздар. Не деген әңгіме? Түйе беріп жатыр. Мына түйені қара, өзінен жақсы дейді. Көп ақша беріп жатыр, бұл ақша да көп дейді. Аз нәрсе беріп жатыр, бұл да аз дейді. Егер біз бір жерге жақсылық істейін деп жатқан болсақ, бұл жақсылыққа біреу артық әңгіме айтып жатқан болса, бұрылайықта айтайық. Мұнафықтардан болма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтарған. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлардың ихсандары қабыл, садақалары қабыл деді. Және де Тәубе сүресінің 79 аяты осы оқиғаға былай түсті. Садақалар мәселесінде момындардың көңілінен келген, қолдарынан келгендерін бергендер.
Және бұл бергендерге күлгендер, белгендерді бүйтіп жерге тыққысы келгендер. Бұлар деді Аллах тағаланың әзіліне қалғандар деді. Аллах тағала қияметте оларға сондай үлкен жаза беруші деді. Қараңыздар. Сіздер менен біздер бір мұсылманбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырды. Мұсылман дегеніміз кім деген сөзге қысқа да нұсқа жауап. Қолымен де, тілімен де ешкімге зиян келтірмейтін. Қолымыздан жақсылық істеу келмей жатыр ма? Біреудің істеп атқан жақсылығына тосқауыл болмайық. Бұны қазіргі уақытта мына телефондағы комментариядан көреміз. Біреу шығады, бір жерде жетімдер үйі болады, мешіт болады, пәленше осы мешітке жәрдем берсін деп бір ұстаз жаз жереді, видео шығарады. Астында комментариядан қорқып кетесіз. Не керегі бар? Не керегі бар дейді. Айтуымыз керек емес. Жәрдем бергіміз келмей жатыр ма? Ол амал бізге ұнамады ма? Не қылады екенбіз? Үнсіз отырамыз. Болды. Жақсылық істеу қолымыздан келді ма? Ақшалай істейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бізге мысал ретінде көрсеткені секілді істейміз. Қолымызда артық ақша болатын болса, соны ихсан қылады екенбіз, қадірлі жамағат. Біз бүгінгі сабағымыздан нені үйрендік? Тұрақты түрде садақа берген адам бір болады екен. Bir дегеніміз иманның және Аллах тағаланың достылығының кәміл болу екен. Бұл кәмілдікке жетудің жолы тек қана садақа беру, тек қана намаз оқу, тек қана ораза ұстау емес екен. Бізге бекітілген 5 парыздан бөлек мұсылмандардың арасындағы жәрдемдер де осының арасына кіреді екен. Кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді өмір сүруге тырысатын болса, Аллах тағала ол кісіге дүниеде және ақыретте берекесін беріп қояды екен. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.